Егер 30 күннің ішінде сұйықтықтан тек су ішсеңіз не болады? Су тіршілік нәрі екені бәрімізге белгілі. Денеміздің басым бөлігі судан тұрады. Ағзамыздың әрбір жасушасы, терісі немесе мүшесі терезеңіздің алдындағы гүл сияқты суды қажет етеді. Осы жерде біз гүлмен салыстырамыз. Егер гүлге су тым көп емес, тым аз емес, жеткілікті болса, ол гүлдейді. Жапырақтары көгеріп жайқалады. Біз де өзімізді гүлмен салыстырып сусындаймыз. Бірақ көбіне суды басқа сұйықтықтармен алмастырып жатамыз. Мысалы, газды сумен, кофе, шай, сүтпен, кейбіреуі өзін жақсы көргені соншалықты сұйықты сырасынан да бас тарта алмайды. Егер бар жоғы 30 күннің ішінде ас үлесінен судан басқа барлық сусындарды алып тастасақ, не болады? Біздің күн барысындағы тағамдарымыздан бас тартпаймыз. Қимыл қозғалысымызды көбейтіп немесе азайтпаймыз. Тек ағзамызға құйылатын сұйықтықтың барлығынан суға алмастырамыз. Ең бірінші ойымызға келетіні қаражатымызды үнемдейміз. Иә, бұл шүбәсіз факт. Алайда ағзамызға оданда қызықты, оданда бағалы қандай пайда әкелеміз? Ең біріншіден, шығармашылық және ойлау қабілетіңіз артады. 30 күн өткен соң, нейробиология журналының таратқан ақпараты бойынша, миыңыз бұрынғыдан жылдам реакциясымен таңғалдырады екен. Миымыз жақсы жұмыс істеу үшін тонналаған кислород қажет болғаны сияқты, су да оның жұмысын арттыра алатындарының қатарынан табылады. Нәтижесінде зейініңіз артып, ойлау қабілетіңіз тезірек және шапшаңырақ болады. Күніне 8 және 10 стакан су іше отырып, когнитивтік қабілетіңізді бақандай 30%-ға жақсартасыз. Екіншіден, құрдастарыңызға қарағанда жасырақ көрінетін боласыз. Ауыз суы теріміздегі судың мөлшерін сақтай отырып, қартаю үдерісін баяулатады. Теріңізді ылғалдандырып, сау, жұмсақ, тегіс, жарқыраған жас әрі әжімсіз етеді. Бұлшық етімізге де тигізер әсері мол. Су оның тонусын сақтайды. Осындай нәтижеге қол жеткізу үшін тек таза су ішуіңіз керек. Daily Mail журналында жарық көрген мақалада 42 жасар анаға небәрі 30 күн тек су ішкен соң 10 жасқа жасырақ көрінетіндігін айтты. Ең қызығы, тек су ішу идеясы оған үнемі бас ауруы мен ас қорытуының нашарлауына әкеп соқты. Сол үшін ол күніне 3 литр су іше бастады. Бір ай өткен соң таң қалды. Үнемі дырылдап тұратын бас ауруы мен ас қорытуының нашарлауы қолмен салып тастағандай жоқ болды. Оған қоса бонус ретінде 10 жасқа жасарды. Жаман емес қой, иә? Өз сөзінде ол шын мәнісінде мен осыншалық айырмашылық болады дегенге сенбедім. Өзімді айнадан көргендей, басқа әйелді көргендей боламын. Көзімнің айналасындағы қарауылттар жоғалды. Терімнің жақсарғаны соншалық жас күнімдегідей, бұл менің басымнан өткен керемет өзгеріс. Өзімді арықтау сезінемін, және денсаулығым да жақсарғандай. Ең қызығы, мені өзгерткен тек су ғана. Үшіншіден, иммунитетіңіз күш көрсете бастайды. Словак халқының мақаласы «Таза су бұл алғашқы медицина» дейді. Бұл әсерлеп айтқан емес. Су ағзаның тиімді функцияларын жаңартатын катализатор сияқты жұмыс істейді. Судың дұрыс мөлшерде пайдалануы бауырыңыз бен бүйрегіңіздің жұмыс жақсарып, қалыпты деңгейде ұстауға көмектеседі. Осы мүшелеріңіз қандағы улы заттарды, қалдықтар мен тұздарды кетіруге жауапты. Сонымен, осы саладағы зерттеушілердің айтуына сүйенсек, теңгеріміздің тұрақталып, бүйрекке тас жиналуының алдын алады екен. Осылайша біз бас ауруы мен тағы басқа ауруларға шалдықпайтын боламыз. Төртіншіден, жүрегіңіз мықтырақ болады. Су жүрегіңіздің саулығына көмектеседі. Қан сұйыла түскендіктен қан қысымы төмендеп, жүрек талмасының қаупі сейіледі. Ұйықтар алдында 1 стакан су ішіп жатсаңыз, жүрек талмасы мен инсульттың алдын алуға көмектеседі. Американдық эпидемиология журналы 6 жылдық зерттеулердің нәтижесін жариялады. Күніне 5 стакан су ішкен адамдар жүрек талмасынан күніне тек 2 стакан су ішетін адамдарға қарағанда 41%-ға ғана аз өлетіндігін байқаған. Бесіншіден, сүйектеріңіз қатая түседі. Су сіңірді қалпына келтіруге көмектеседі. Осының арқасында буындарыңыз баппен қимылдап, нәтижесінде буындарға түскен салмақтың әсерінен болған зақымдаулар азая кетеді. Алтыншыдан,
тері астындағы майларыңыздың біразымен де қош айтысасыз. 30 күн бойы тек су ішсеңіз, денеңіз өміріңізге маңызды мүшелеріңізден улы заттар мен қалдықтарды шығарады. Бұл денеңізді тазартып, оны ішіңізді айналадағы майлардан арылта бастайды. Алдымен салмағыңыз аздап арта бастайды, себебі денеңіз осыншама мөлшерден пайда болған судың мөлшеріне бірден үйірілесе алмайды. Алайда, біраз уақыт өткен соң, ағзаға жаңа тәртіпке үйренеді. Су қарнымыздың ашып тұрғанында жоя алады. Калорияны аздап қолдана бастайсыз. Өйткені су қарныңыздың ашқанын басып, ағзаңызды жуа бастайды. Тағамтану мен диетология академиясының өкілі кеңес бергендей, тамақтанудың алдында ішілген бір немесе 2 стакан су ас қорытуыңызға көмектесіп, өзіңізге қажетті мөлшерден тыс тамақ жеуге мүмкіндік бермейді. Жай ғана оны үнемі жасап отырсаңыз болғаны. 7-ден, зат алмасу үдерісін жақсартады. Зерттеулер көрсеткендей, үнемі су ішіп жүрген адам диетаңызға қарамай зат алмасу үдерісін жақсартады. Таңертең тұрған соң жарты литр су ішсеңіз, зат алмасу үдерісі 24%-ға артады. Зат алмасу үдерісі несімен маңызды? Дұрыс, өмірімізді ұстап тұрған ағзалардағы химиялық реакциялардың жүруіне тікелей байланысты. Сусыз тіршілік жоқ. Өйткені ол тұтас ағзаның қозғаушы күші. Қан айналым жүйке жүйесі, ас қорыту, зат алмасу процесінің қызметтерде ағзадағы су мөлшеріне тәуелді екенін ескерейік. Демек, біздің саулығымыз ішкен суымызға тікелей байланысты екенін де біле жүріңіз. Жалпы шөл құсу дененің су тапшылығына түсіп үлгергеннің көрінісі. Шөлдегенге дейін су ішпеу ағзаны зорықтырады. Ендеше, суды шөлдегенде ғана емес, өз тәртібімен ішіп жүрейік. Ағзаға су тапшылығына түскенін қалай білеміз? Қарапайым қара суды саулық пен жастық сақтаудағы маңызы зор. Су ішудің режимін сақтау арқылы денсаулығымыздың біршама оңдалып аламыз. Ағзаға су тапшылығына түскенде ми қызметі нашарлайды. Депрессия, апатия, есте сақтау қабілеті нашарлап, ұйқы бұзылады. Буын ауырып, бұлшық ет тырысады. Ауыз қуысынан жағымсыз иіс шығады. Ауыз ойылып құрғайды. Қан қоюланады, қан қысымы көтеріледі. Ой жүйесіздігі туады. Асқазанда бұзылыс орын алады. Тұз қышқылы көбейеді, өт қоюланады. Бауырдың синтездеу сапасы төмендейді. Ішек микрофлорасы қабынады. Мұның бәрі ішкі органдардың жүйелі қызметін нашарлатады. Ішкі ағзадағы ауытқулардың нәтижесі сырт келбетімізден де көрініп тұрады. Су тапшылығы сыртқа қалай байқалады? Біздің ағзамыз бетіміздің айнасы екенін ескеріңіз. Егер ағзада су тапшылығына ұшыраса, онда тері қатты құрғайды. Теріге түрлі жара, қышыма шығады. Шаш, тырнақ сынғыш келеді. Әлсіздік мазалайды. Артық салмақ болады. Сіздің теріңіз өзіңізге ұнамаса, қымбат крем сатып алып асықпаңыз. Оны сыртынан қаншалықты жақсартсаңыз да, нәтижесі болмайды. Оның орнына су ішу тәртібін қолға алыңыз. Су ішу деген осы екенде бір стакан суды сіміре салуға болмайды. Оның мөлшері мен температурасы маңызды. Судың температурасы 30-35 градус болу керек. Суды стаканға құйып алып, жайғасып отырыңыз. Сосын аз-аздан ұрттап ішесіз. Тамақтанып отырған кезде мүлде су ішуге болмайды. Тамаққа дейін немесе кейін, яғни 30-40 минут алдын немесе кейін ішу керек. Қайнаған су емес, мейлінше минералды су ішіңіз. Мөлшері де маңызды рөл ойнайды. Дені сау адам күніне 2 литр су ішуге әдеттенуі тиіс. Ал жүкті емізулі әйелдер 500-600 мл су тағайындалады. Егер сіздің физикалық белсенділігіңіз күнделіктен көбейсе, онда дене салмағыңызға қарай судың мөлшерінде арттырасыз. Егер қара су іше алмасаңыз, онда суға лимон, лайм, қияр қосылған су ішуге де болады. Егер сіз қалыпты мөлшерде су ішетін болсаңыз, онда жалпы жағдайыңыз жақсарады. Жаңа жасушалар түзіледі, әрі жаңарады. Су асқазан сөлімен араласып барып, сіңіріледі де ас қорыту жүйесінің жұмысы жақсарады. Нәтижесінде іш қату, іш өту секілді жайсыздықтан бір жолата құтыласыз. Қанның қоюлануына жол бермейді. Зат алмасу процесі белсенді жүреді. Өт қоюлануының алдын алады. Өт бауыр асқазан ішек жүйесі қызмет жақсарады. Ағзаны шлак пен улы заттан тазалайды. Ардақты оқырман, саулығымыздың ең тамаша құпиясын білдік.
Енді осы күннен бастап су ішуді әдетке айландырайық. Қымбатты менің оқырманым, біздің видеомыз ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз біз үшін үлкен қолдау.